Мәскеуде Қазақстанның тәуелсіздік күніне арналған қабылдау екі ел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың 25 жылдығына орайластырылған. Президент әкімшілігі, үкімет пен Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілдері, мемлекеттік дума депутаттары және федерация кеңесі, шетел мемлекеттерінің елшілері, халықаралық ұйымдардың басшылары, ғылым мен мәдениет қайраткерлері, қазақ диаспорасының өкілдері осы кештің қонағы болды. Қазақстандықтарды құттықтап сөз алғандар екі ел арасында қарым-қатынасқа назар аударды. 25-летие установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Ресей мен Қазақстан арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастардың орнағанына 25 жыл толып отыр. Қос халықтың арасындағы сан ғасырлық байланыс пен тарих тұрғысынан қарағандағы қысқа мерзім ішінде талай маңызды оқиға болды. Мемлекеттік деңгейде қарым-қатынасымыздың сапалы жаңа моделін құру үшін үлкен жұмыс жүргізілді. Ресей Қазақстанмен арадағы одақтастық пен стратегиялық әріптестікті өте жоғары бағалайды. Соңғы 25 жылда данышпан және көреген мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен біздің әріптестігіміз екі жақты және көп жақты ынтымақтастық аясында одан әрі нығая түсті.